Түрің нормально болып тұр ма? Тексті қандай еді? Білейін, тілім ұшында тұр ше. Қалай? Таныс жағдай ма? Ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өзімізге сенімділікті қалай арттырамыз және адамдармен дұрыс қарым-қатынас орнатудың сырларымен бөлісемін. Өмірде мына 4 жағдай еш уақытта қайтып айналып келмейді. Айтылған сөз, атылған оқ, өткен өмір, жіберіп алған мүмкіншілік. Кейде өмірде керек сөздерді орнымен қолдана алмай қаламыз. Кейде асыра сілтеп жібереміз, кейде межесіне жеткізбей аяқтап тастаймыз. Шынында бәріміздің басымызда болған ғой, ыңғайсыз жағдайға қалып артық сөз сөйлеп қою, немесе орынды сөз сөйлей алмау. Қазақта сөз бар ғой, бір ауыз сөз жүректің әбігері, бір ауыз сөз жүректің дәрігері дейді. Сіз бір ауыз сөзіңізбен адамның жүрегіне жол табуыңыз да мүмкін, немесе оны мүлде ренжітіп көрместей болып кетуіңіз әбден мүмкін. Сіздерге бүгін адамдармен тіл табысудың 9 түрлі техникасын айтамын. Мысалы, сіз студентсіз, болмаса жаңа жұмысқа қабылданатын қызметкерсіз, немесе кез келген жаңа ортаға барған адамсыз. Бәрібір сізге жаңа ортамен тіл табысу керек. Бірінші, өзіңізді қабылдай біліңіз. Сіз қалай барсыз? Мүмкін сіз арық адам шығарсыз, мүмкін семіз адам шығарсыз, бойыңыз кішкентай, мүмкін ұзын шығар. Бәрібір қысылмаңыз, өзіңіз қабылдаңыз және өзіңізді сол арқылы бақытты сезініңіз. Минусты плюсқа айналдыру керек. Яғни ол кемшілік емес, керісінше артықшылық ретінде қабылдаңыз. Егер сіз өз-өзіңізді қабылдамасаңыз, өзгелер сізді не қылсын? Қазақта бір сөз бар ғой, өз-өзіңді жаттай сыйла, жат жаныңнан түңілсін дейді. Өзіңді сыйласаң, өзгелер де саған деген сенім артады. Екінші техника. Пайдасыз сөз таластырудан аулақ болыңыз. Себебі ол сізге ешқандай пайда әкелмейді. Кейбір адамдар отбасында болған кикілжіңдерді жұмысқа келіп жатады. Сөйтіп, өзінің ішкі нашар энергиясын сізге беріп тастағысы келеді. Бірақ сіз кез келген адамның артық мусырын, нашар энергиясын қабылдауға міндетті емессіз. Сондықтан ондай адамдармен барынша сөз таластырудан аулақ болсаңыз, құрметіңіз артады. Үшінші, жөнсіз мақтау. Ой, сіз сондай керемет адамсыз, әбеке. Сіз сондай жақсы адамсыз. Сіздің шеберлігіңізді енді тілмен айтып жеткізу мүмкін емес қой енді. Енді осындай адамдармен бірге жүрген мен де сондай бір бақытты адам екенмін. Енді мұндай кісінің айтқанын тыңдамау күнә ғой. Болмаса осындай кісімен дос болу маған үлкен бақыт қой деп асыра мақтап жіберу де адамды жалықтырады. Ол сіздің қадіріңізді түсіреді. Егер шынымен де артықшылықтарын көрсеңіз, онда айтыңыз. Бірақ асыра сілтемеңіз. Орнымен айтсаңыз, ол кісіге де приятно, сізге де приятно. Төртінші, әрдайым күлімсіреп жүріңіз. Біріншіден, бұл сүннет. Психологтардың зерттеуі бойынша күліп жүрген адам өзін бақытты сезінеді екен. Миға мен бақыттымын деген сигнал барады екен. Шынында, өмірде жетістікке жететін адамдардың көбісі өміріне позитивті, әрдайым күліп жүретін адамдар екен. Бесінші, бұйрық райдан аулақ болыңыз. Өйткені дөрекілік ешқашан сізді биіктетпейді, керісінше төмендетеді. Адам неғұрлым биікке самғаған сайын, соғұрлым кішірейеді деген қазақта әдемі сөз бар ғой, ұлық болсаң кішік бол деген. Сондықтан да қандай бір биік дәрежеге жетсек те, барынша кішірейсек, мүмкін бір қызметке орналасқан шығармыз, ол қызметімізден түсіп қалған кезде де адам керішілігіміз үшін сыйлайды. Басшы болып жатсаңыз, талапшыл басшы болған бөлек әңгіме. Ал бұйырып, өзіңнің айтқаныңды істету үшін өзгені төмендетудің ешқандай қажеті жоқ. Алтыншы, ортақ тема табу. Яғни, араласатын адамыңыздың неден қызығатынын анықтап алыңыз. Ол үшін алдымен ол адамды зерттеңіз, неден қызығады. Және екеуіңізге ортақ нәрсені тапсаңыз, араласып, шүйіркелесіп кетулеріңіз әбден мүмкін. Келе-келе айырылмас досыңыз болып кетуі де ғажап емес. Әрдайым тыңдай біліңіз. Мен ғана сөйлей беремін, мен ғана айта беремін деген ойдан аулақ болсаңыз, онда сізді өзгелер жақсы көреді. Өйткені сен біреуге сөйлеп жатқан кезде сенің сөзіңді біреу тыңдамай тұрса қалай әсер етеді? Неменеге менсінбей тұр дейсің ғой? Біреудің сөзін сен солай тыңдап тұрсаң, онда ол сені жақсы көре бастайды. Тыңдаушысы жоқ, сөз жетім деген қазақта сөз бар. Оның сөзін әрдайым мұқият тыңдауға, оның пікірімен санасуға тырысыңыз. Одан кейін барып ойыңызды айтыңыз. Бір адаммен жақсы тіл табысқыңыз келсе, оны көтеріп сөйлеуді ұмытпаңыз. Бұл әрине жалған мақтау емес, оның артықшылықтарын айтып отыру. Сегізінші,
ең басты нәрселердің бірі кінәламау. Мысалы, сіздің досыңыз болдық делік, дос болдыңыздар, жаңағы қасиеттердің бәрі бойыңызда бар. Сөйтіп бір күн ренжісіп қалдыңыздар. Бірақ досыңыз именно неден ренжісіп қалғаныңызды білмеуі әбден мүмкін. Сол кезде сіз барлығына сен кінәлісің, сенің кінәң, мен саған ренжіп тұрмын дегеннен гөрі, мен саған ренжіп тұрмын, өйткені сен мына кезде осылай деп айтқансың деп нақты іс-әрекетіне тоқталыңыз. Нақтылай тоқталсаңыз, досыңызбен тез тіл табысып, ара қатынастарыңыз жақсы болады. 9-шы, ең соңғысына да келіп жеттік. Ол сыйлық жасау. Әрдайым өзіңіздің ата-анаңызға да, сүйіктіңізге де, балаңызға да, досыңызға да әрдайым сыйлық жасап тұрсаңыз, досыңыз бен немесе жақыныңыздың арасын жақындатады, сүйіспеншілікті арттырады. Солай сіз адамдармен керемет байланыс орнатып, өміріңізді жақсы жаққа өзгерте аласыз. Сыйлықтың қымбат болуы маңызды емес, ең бастысы шын ниетпен берілсе болғаны. Құрметті достар, бүгінгі айтылған техникаларды пайдаланып, өмірде практика жүзінде қолдансаңыздар болады. Осы техникаларды пайдаланып, күнделікті 3 адаммен сөйлесуді әдетке айналдырыңыз. Есесіне келесі жолы аудитория алдында қорқыныш болмайды. Бетім қайтып қалады деп қорықпай, еркін сөйлей бересіз. Егер де бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болса, онда мен қуаныштымын. Келесі сабақтарда бұдан да қызықты методикаларға тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыз.